Баршаңызға сәлем, құрметті менің каналымның көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздермен өте керемет тойымды таңғы жасаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге бір дана жуа, бір дана болгар бұрышы және де бір дана қызанақ қажет болады. Осылардың барлығын ұсақтап турап, бізде үйде адам саны көп болғаннан кейін мен 5 жұмыртқа алдым. Өзіңіздің қалауыңыз. Осы 5 жұмыртқаны осылай жарып, жақсылап аздап тұз қосып араластырып аламыз. Келесі кезекте осындай табағымызға майымызды құйып, мөлшермен жуамызды және де болгар бұрышын, помидорын барлығын салып, жақсылап қуырып аламыз. Әрине, бұл қоспаға да тұзды бұрыш салуды ұмытпаймыз. Кезекте осылай жұмыртқамызды үстіне әдемілеп бір тегіс қылып құйып шығамыз. Енді үккіштен өткізілген ірімшігімізді жақсылап осылай бетіне салып шығамыз және де 2 минутқа қойып қоямыз. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Оңай әрі жылдам, тойымды тамақ. Менің каналыма жазылып, комментария қалдырыңыздар. Әрбіріңіздің ойыңыз мен үшін маңызды. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын, сау болыңыздар.